Сәлем достар, сенімен бірге Кока-Бока. Біз бүгін бай отбасының соңғы бөлімін түсіретін боламыз. Соңынан көріп, лайк бас, комментарий жаз. Тез келуді ұмытпаңыздар, анша біз бастаймыз. Сен бұнда не ағып жүрсің? Сіз мұнда не ағып жүрсіз? Қызым, бұл үйдік жұмыс істейтін емес ба? Я, сол. Өзінен сұрап көрейін, не ағып жүргенін. Сіз бұнда не ағып жүрсіз? Мені қызыңыз қуып жердім. Қызым ба? Қызым саған не болды? Өзі ғой мен дұрыс тамағын істемеген. Енді ол сен білмейді ғой. Кешірім сұра, кешіріңіз. Тамағымыз дайын болды, енді ішіне. Айналарды сүртемін. Полдарды сүртейін. Ла-ла-ла-ла-ла. Полдарды сүртемін. Aynanı sürdüğümün la 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 la. Күшті болыватыр бүгінгі күніміз. Кір салайын. Гүлдерді жуамын. Әрең бітті қой үйді. Ән салып. Күшті болды, бірақ жинағанымыз. Ән салып. Шаршап кеттік қой. Шаршап кеттік қой. Айтпақшы бүгін ақша береді емес пе 10 000 теңге. Ура, бүгін ақша береді. Қашан келетін уақыты болды уже. Ла-ла-ла-ла-ла. Үйге әйтеуір жеттім ау. Тук. Кім болды екен бұл? Қараңғыда келді. Кім бұл? Мен ғой осы үйдің бастығы. Ой, болды кіріңіз. Аналардың ақшасын беру керек бүгін. Онда мен ақша бүгін әкелдім. Кеттік ондашы, сорға барайық. Кеттік. Келді. Қалайсыңдар? Үйді жинап қойыпсыңдар. Сендерге ақша әкелдім. 10 000 теңге. Ура! 10 000 теңге аламыз. Мынау саған. Болды, рахмет сізге. Сендерге енді подаркым бар. Қандай подарка? Сендерге жататын төсек бар. Ура, кеттік. Қандай жататын бөлме? Мынау кішкентай қызыңызға. Жарайды, рахмет. Сіздерге жататындар маяқта келіңіздер. Мұнаның асты жататын. Ашайық. Міне, осы сіздер жата қойыңыздар. Қайырлы түн. Рахмет. Онда қайырлы түн. Біз кеттік. Біз өзіміз бөлмемізге барайық. Бізге бөлме берді. Ура! Осы енді мен жататын бөлмем. Жоқ қояйын. Ақшаларымызды қолымызға ұстап жата берейік онда. Мен мына бетіне бара жатам. Онда мен мына бетіне. Кеттік онда ұйықтайық. Түн болып қалды уж. Ұйықтайық. Күніге осылай үйді жинап, тамақтар істейді. Күніге осылай бір күні шындықтарын айтады. Ақшаларын бір жерге тығып қояды екен. Олардың ақшасы 20 000-дай болды уже. Бір күні шындықтарын бір-біріне ашып татуласады. Күрек, асан бопты ғой. Тұрайық ондасы тамақ жасайық. Жинап қояқ мына жерді. Тамақтарын жасап біттік. Блинчикті.
Кеттік, онда үй жинайық. Кеттік. Қызымыз тұрғызайық. Тоқтай тұрыңызшы. Сізге бір нәрсе айтайыншы. Не айтасыз? Айтыңыз. Уақыт жоқ. Сіз қызыңызға айтып қоймаңызшы бұны. Жарайды. Не болып қалды, айта бер. Сіздің әкеңіз мен жауып түрмеге отырғызды. Қалай сонда? Түсінбедім. Сіз ба оны жапқан? Кешіріңізші. Жарайды, кешірем, бірақ қызыңызға айтып қоймаңызшы. Жарайды. Сіздер үйлеріңізге қайтасыздар ма? Біз үйге қайтамыз. Сен де біздің үйде тұрасың. Күшті ғой. Күшті, рахмет. Кеттік, онда ақшаларымызды алып, үйіңізге барайық. Сонда мен сіздердің үйлеріңізде мәңгілік тұрамын ба? Иә. Рахмет. Кеттік, онда қызым тұрғызайын. Енді бір жақтан көшеміз. Қызым тұра ғой. Я, тұрдым. Не болды? Бүгін біз үйімізге барамыз. Ура! Қалай сонда? Біреу шындығын айтыпты, сосын әкеміз те берді. Ура! Кеттік, онда үйімізге барайық, сағындым. Жарайды, кеттік онда. Кеттік. Жарайды, мен қатсандым еді. Лифтке мінейік. Қақа баратсыздар. Біз үйімізге қайтып барамыз. Біз негізі бай адам едік, сосын осы жағдай болып қалды. Сіздер бұл жақта жұмыс істеуіңіз керек, сіздер шықпайсыздар. Біз шығайықшы, пожалуйста. Жарайды, шығыңыздар. Кеттік, онда біз үйімізге барамыз. Бұл негізі әдетсіздік қой, бұлар жұмысқа тұрып кетіп баратқаны. Ура, үйге қайтамыз. Кеттік. Үйге кіреміз. Динг-динг, динг-динг. Кім болды екен бұл? Есікті ашып көрейін. Қызым, қалайсың? Әке, мен сізді қатсандым. Мамасы, қалайсың? Мен сенде сандым. Кіра ғой. Әке, бұл біздің үйде тұра ма? Қалайсыздар? Кешіріңдерші мені. Жарайды, кешіріңіз. Бұл біздің үйде тұрады. Қалай сонда? Бұған бөлме жасап береміз ба? Иә, бұған бөлме жасап береміз. Бұған арғы душты бұзып, бөлме жасап береміз. Рахмет сіздерге, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сен енді біздің үйде тұратын боласың. Рахмет сіздерге. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк, комментарий, тіркелуді ұмытпаңыздар.